Тұрғындардың қаржылық сауаттылығы ел тұрақтылығы мен әл-ауқатының кепілі. Осы маңызды мәселені зерттей келе, біз 10 негізгі тақырып, 10 сабақты анықтадық. Бүгін жинақ ақша туралы әңгімелесейік. Жинақ ақша қандай да бір мақсатқа қол жеткізуге арналған және болашақта одан пайда табу үшін жинақталатын ақша. Жинақтаудардың мақсаттарына қарай, олар жету үшін әртүрлі уақыт қажет болады. Мақсатқа қол жеткізу үшін оның түріне байланысты, оған кететін уақытта әртүрлі болады. Мәселен, зергейлік, әшекей бұйымдарын сатып алуға, демалыс пен саяхаттауға кететін қаржының бір жылдың ішінде жинақтауға болады. Автокөлік, жиһаз сатып алу үшін немесе үйге жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған қаражаттарды 2-3 жыл бойы жинақтауға тура келеді. Ал балалардың оқуы мен үйлену тойының ақшасын жылдам жинақтай алмайсыз. Бұл мақсаттар үй алумен бірдей 3 жылдан аса уақыт жүзеге асырылады. Сонымен, жинақ ақшаны қай жерде жинақтау қауіпсіз әрі ыңғайлы? Мұрат осы жайлы көп ойланып, жинақтаудың түрлі әдістерін қолданды. Алғашында Мұрат өз қаражатын үйіне сақтады. Бір жағынан ыңғайлы, екінші жағынан әр кезде қолжетімді. Бірақ оның жұмсалып кету мүмкіндігі және ұрлану қаупі бар. Мұрат қаражатты үйінде сақтаған тиімсіз екендігіне көзі жетіп, өзі жинақтаған қаражатты бизнеске салды. Бір жағынан бизнестің өсуіне ықпалын тигізсе, екінші жағынан бизнесте қиын орын алған ондайда айырылып қалу тәуекелділігі басым. Ал егер күтпеген жағдай туындаса, қолма-қол ақшаны табу қиындайды. Сондай-ақ, бизнеске салынған қаржыны айналымнан шығарса, одан кері әсерін тигізу мүмкін. Мұрат көп ойланып, өзге де жинақтау жолдарын қарастыра бастады. Қаражатты алтын, жылжымайтын мүлік, малға салу мүмкіндігін ойластырды. Бұл жерде де өз кемшіліктері бар. Егер қаржыны ломбард қызметін пайдаланып, алтынға салса, кез келген уақытта оны өткізіп, қолма-қол ақша алуға болады. Бірақ бұйым құны нарықтағыдан төменірек болуы мүмкін. Ақша жинақтаудың түрлі жолдарын байқап көрген Марат алғашқы рет банк қызметін пайдалануға шешім қабылдады. Ол депозит немесе жинақ шотын ашуға тоқталды. Енді екі нұсқасында қарастырып көрейік. Депозит салынған ақшаның үстіне пайыз ұсынады және ақшаңыз сақтаулы тұрады. Бірақ депозитке салынған ақшаны шығынсыз әрі жылдам шешіп алу мүмкін емес. Жинақ шотын ашқан кезде өз ақшаңызды оңай басқара аласыз. Қажет болған жағдайда жылдам шешіп алу да мүмкіндігі бар. Жинақ шотында сізге төленетін үстеме пайыздар ұсынылмайды. Аталған қызмет түрлерін таңдау алдында келесі шарттарды ескерген жөн. Пайыз мөлшерлемесі, шот ашу және қызмет көрсету ақысы, ақша қаражатының қолжетімділігі, шотты пайдалану ыңғайлылығы, қауіпсіздігі. Өзіңіздің қаржылық мақсаттарыңызға қол жеткізу үшін мына ережелерді ұстанған жөн. Ақша жинақтау үшін нақты мақсат қойыңыз және сол жолдан тайынбаңыз. Шығындарыңызды қадағалаңыз. Олардың есебін жүргізіп отырыңыз. Артық сатып алулар мен орынсыз шығындарға жол бермеңіз. Мүмкін болған жағдайда үнемдеңіз. Қосымша табыс табудың мүмкіншілігін қарастырыңыз. Ең бастысы, ақша тұрақты түрде жинақтаңыз. Себебі жинақталған ақша бос келген ақшамен бірдей емес па? Мамандардың ескертуінше, жинақтау түрлі тәуекелдермен тікелей байланысты. Сол себепті, сіздің салымдарыңыз мүмкіндігінше табысты болып, тәуекелдерді азайту үшін қаражаттарды жинақтаудың түрлі жолдарына бөліп салуға болады.